Баршаңызға сәлем. Фунчоза салатын жемейтін менің жолдасымның өзі бір шайда осы салатты жеп бітірді. Ендеше сіздерде міндетті түрде дәл осы рецептпен дайындап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Енді фунчозамыздың үстінен қайнаған суымызды құйып, бетін жауып, әбден жібігенге дейін қалдыратын боламыз. Содан кейін қызып тұрған майымызға мен тауықтың төс етін пайдаландым. Сіздер етті немесе шұжықты пайдалансаңыз болады. Тіпті фаршты қолдансаңыз да өз еріктеріңіз. Енді тауық етін суы тартылғанға дейін жақсылап қуырып аламыз. Егер де сіздер етті қолдансаңыз да дәл солай суы тартылғанша қуырасыздар. Үстінен пиязымызды тураймыз және де осындай тәтті бұршымызды қосамыз. Жақсылап араластырып, үстінен соя соусын қосамыз. Құрамын описание бөлімінде қалдыратын болам, сол жерден қарасаңыздар болады. Енді астын жай отқа қойып, етімізді қуырып аламыз. Содан кейін бізде етіміз пісіп дайын болғанға дейін қиярымызды жіңішке етіп салом кетіп турайтын боламыз. Бұл салаттың құрамында қатып қалған заңдылық жоқ. Егер де сізге қияр көбірек ұнаса, қиярын кішкене бір қияр артық қосуға болады. Жалғыз қияр емес, басқа өнімдерді де дәл солай қосасыздар. Міне енді дайын болған қиярымызды бір шетке алып қоямыз. Біз мана қайнаған суда қалдырған фунчозамыз шібіп дайын болды. Оны душылактың көмегімен суын ағызып, мұздай сумен шайып аламыз. Енді бөлек ыдысымызға салып, үстінен жаңағы тураған қиярымызды қосамыз. Және де қуырылған етімізді қосамыз. Біз тәтті бұрышты соңынан да қосуға болады. Маған бірақ қуырылған түрі ұнайды. Сол себепті мен бірге қуырып алдым етпен. Енді сәбізімізді кез келген теркадан өткіземіз үккіштен. Содан кейін дәмдеуіштерімізді қосамыз және де үстінен жарты ас қасық уксус қосып, оның үстінен қыздырып сұйық майды құятын боламыз. Енді жақсылап тұрып араластырамыз. Менің каналымдағы видеоларым ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міне бізде салатымыз дайын болды. Міндетті түрде дәл осы рецептпен дайындап көріңіздер, өкінбейсіздер. Сіздермен болған сандуғаш. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын.